Сәлем, Ғарыш Ньюске қош келдің. Бүгінгі шығарылымда біз 3 басты жаңалықпен бөлісеміз. Orion Integrity кемесінің 2026 жылға дайындықтарын айтатын боламыз. James Webb Space және Hubble Space телескоптарының бірлескен ғарыш суреттерін талқылаймыз. Және соңында ерекше әрі сирек кездесетін ғарыш нысаны 3i Atlas жайында айтамыз. жылы адамзат тағы да айға бет алады. Бұл жолы жай ғана саяхат емес, жаңа ғарыш дәуіріне қадам болмақ. ақш-тың ғарыш агенттігі NASA Artemis 2 миссиясына арналған Orion кемесін ресми түрде Integrity деп атады. Қазір кеме алып SLS зымыранының үстінде біріктіріліп жатыр. Мақсат 4 астронавтты айды айналдыра ұшырып, кейін жерге аман жеткізу. Бұл 1972 жылдан бері алғаш рет адамдардың ай маңына баруы болмақ. Orion кемесі заманауи қорғаныс пен өмірді қамтамасыз ету жүйелерімен жабдықталған. Ол болашақта айда тұрақты база құру және Марсқа ашу жоспарының алғашқы сынағы болмақ. Екі ғарыш алыбы Hubble және James Webb бүгінде бір мақсатта бірігіп жұмыс істеп жатыр. Hubble көрінетін жарықпен, ал Webb инфрақызыл сәулемен ғаламды бақылайды. Осы екеуінің күшін біріктіргенде ғалымдар галактика кластерлерін бұрын болмаған айқындықпен көре бастады. Бұрын тек қара дақ сияқты көрінген аймақтар енді жұлдыздарға, тұмандықтарға, жаңа әлемдердің туу сәттеріне толы. Бұл зерттеулер арқылы адамзат жұлдыздардың қалай пайда болатынын, ғаламның қалай дамитынын бұрынғыдан да жақсы түсіне бастады. Бүгінгі басты жаңалық жұлдызаралық нысан 3i Atlas күнге ең жақын нүктесінен өтті. Бұл біздің күн жүйесіне сырттан келген сирек қонақ. Оған дейін біз тек Оumuamua мен Борисовты көргенбіз. Ал енді 3i Atlas соңғы бақылаулар бойынша комета көгілдір көк түспен жарқырай бастады. Ол оның ішінде су буы, көміртекті газдар, тіпті металл іздері барын көрсетеді. Жылдамдығы 200 000 км/сағаттан жоғары. Сол себепті ол күннің тартылысында қалмай, қайтадан жұлдыздар арасына кететінін білдірді. Ең бастысы, жерге қауіп жоқ. Орбитасы бізбен мүлдем түйіспейді. Ғалымдардың айтуынша, мұндай объектіні көру мүмкіндігі 1000 жылда бір рет ғана болады. Қазір біз тарихты көріп отырмыз. Егер осындай ғарыш жаңалықтарын қазақ тілінде көргіңіз келсе, арнаға жазылыңыз, лүпіл басыңыз. Келесі шығарылымда кездескенше.